Жұбайына пышақ салу дерегі бойынша күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Кісі өлтіруге оқталу дерегімен қылмыстық іс қозғалды. Жәбірленуші медициналық мекемеде, қазіргі таңда оның жағдайы тұрақты. Полиция қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне қатысты тергеу жүргізілуде. Нәтижесіне қарай құқықтық баға берілетін болады. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді. Kızdaş bir kare. Kızdaş bir kare. Kız da aldı kırtçı balık şiş. Basın böyle kalıp tismiş.